Бұндағы экспозицияда 55 жұмыс қойдық. Оны жалпы идеясы біздер адам айнасы деп алдық. Бұған адамның рухани айнасын және де әртүрлі адам өміріндегі мүмкіндіктер, бақыт сәттерін және де әртүрлі адамға жақсылық үшін күрес шеңдігінде оған қуат беретін, өмірінде ерекше леп беретін сондай шығармашылық дүниелерді ұсындық. Төртінші жеке шығармашылық көрмеде негізгі жаңа коллекцияларға бір ай аралық дайындадық. Сонымен қоса мүсін топтамаларында бұрынғы коллекцияларды халық назарына ұсындық, себебі халық ол кейбір жұмыстарды көрмеген. Ал бұл жаңа коллекция ол осы жылы дайындалған жеке коллекциялық жұмыстар. Адам өзінің айнаға қараған кезде адам өзінің физиологиясын көреді. Ал осындай айна ойлап тапқым келді, оған қараған кезде адам руханиятын көреді. Бұл әрбір шығармада адам өзінің руханиятын көреді. Бұл адам айнасы. Бұның ерекшелігі де сода.